Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы 1-ші тоқсанға арналған жиынтық бақылаудың тапсырмаларының шығару үлгісін көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз магний атомы үшін дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Бұл жерде А жауабы дұрыс болады. Магний атомының сыртқы электрондық қабатында 2 электрон бар. Магний атомы сыртқы қабатындағы 2 электронды беріп жібере алады. Магды және магний 2+ ионын түзе алады деген бірінші, екінші, төртінші тұжырымдар дұрыс болып келеді. Екінші топ элемент атомдарындағы электрондардың электрондық қабаттарда орналасу бойынша дұрыс тұжырымды таңдаңыз дейді. Бұл жерде дұрыс тұжырым С варианты болады. Электрондар атомда ядродан ара қашықтықтары артып келе жатқан энергетикалық деңгейлерде біртіндеп орналасады. Үшінші тапсырма төменде берілген қосылыстардың формуласын нөлдік қосынды әдісі бойынша құрастырыңыз дейді. Бұл жерде бізде алюминий 3+ С 2-, ішкіде 2-ке деп бөлінетін ең кіші санды аламыз. Ол бізде 6 саны, 6-ны 3-ке бөлсек 2, 6-ны 2-ке бөлсек 3. Сонда формуламыздың дұрысы алюминий 2С3 болады екен. Фосфор 5+, хлор минус. Минус деп отырғанымыз ол 1 деген сөз, жазбай қойғанымыз. Просто 5 пен 1-ге бөлінетін ең кіші санды аламыз. Ол бізде 5 саны, 5-ті 5-ке бөлсек 1, 5-ті 1-ге бөлсек 5. Формуламыз П хлор 5 болады. Төртінші тапсырма. Сөндірілмеген әкті жоғарғы температурада әктісті, яғни кальций карбонатын қыздыру арқылы алады. Сөндірілмеген әкке су қосқанда кальций гидроксиді түзіледі. Осы өзгерісті сипаттайтын реакция теңдеулерін жазып көрсетіңіз дейді. Әктістің ыдырауы кальций СО3 ыдыраған уақытта бізде не пайда болады? Кальций оксиді көмірқышқыл газы бөлініп шығады. Температура қатысында жүзеге асырылады. Яғни осы сөндірілмеген әкті кальций оксидін сумен әрекеттестіретін болсақ, бізде кальций гидроксиді пайда болады. Сызба нұсқада түзілетін иондардың формуласын жазыңыз дейді. Бізде көріп отырғанымыздай магний не істеп жатыр? Сыртқы қабатындағы электрондарды фторға беріп жатыр. Бізде 2 фтор, сондықтан магнийдің сыртқы қабатындағы магнийдің сыртқы қабатындағы 2 электронды фтордың әрбір элементі бір біреуден алады. Сонда бұл жерде катион болып тұрған, беріп тұрған магний 2+ катион болады, ал анион бұл жерде фтор минус зарядты көрсетеді. Оттегі газы тіршілік үшін маңызды. Оттегі газы оттектің 2 атомнан тұратындығы бәрімізге белгілі. Оттектің периодтық жүйедегі орнын ескере отырып жазыңыз дейді. Ең бірінші электронды конфигурациясын құруымыз керек. Оттек бізде реттік номер 8, яғни ол жерде 8 электрон бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 6 электрон болады. Сонда деңгейшелерге бөлетін болсақ, 1s2, 2s2, 2p6, 2p4. 2p4. Неге? Себебі общий 6 ғой. Соның екеуі S деңгейшеге кетіп қалды, қалған 4-еуі P деңгейшеде қалады. Енді мұна S дегенде бізде бір яшық болады. Ода 2 электрон тұр. P-да 3 яшық болады. 1, 2, 3, 4. Кестеде берілген химиялық реакциялардың типтерін анықтап жазыңыз дейді. Бірінші реакциямыз көріп отырғанымыздай қосылу реакциясы болады. Екінші орын басу. Үшінші айырылу. Және төртінші алмасу. Зертханада сутегі газын алу үшін төмендегідей реакция жүргізеді. Орташа белсенді металға сұйытылған қышқылды қосу арқылы
тұз бен сутегін алу. Реакция типін анықтаңыз дейді. Мысалы, мырышқа, иә, орташа белсенді металл H хлорды қосып, мырыш хлориді мен сутегін алатын болсақ, бұл бізде реакцияның типі орын басу болып есептеледі. Әрі қарай кеттік. Адамды құмырсқа шаққанда жаққан жері дуылдап ашу бастайды. Оның себебі құмырсқадан бөлінетін қышқылда. Қышқыл теріге тиген жерді күйдіреді, сондықтан тері дуылдап ашу бастайды. Осы қышқылдың құрамында көміртек 26,09%, сутек 4,35%, оттек 69,54% тұратындығы белгілі болса, құмырсқа қышқылының формуласын жазыңыз дейді. Сонда бұл жерде көміртектің нешеу, сутектің нешеу, оттектің нешеу екендігі белгісіз болып тұр, иә. Ол үшін де мына әрбір проценттерді біз атомдық массаларына бөліп шығамыз. Көміртек 12, 4,35-ті бірге бөлеміз, және 69,54-ті 16-ға бөлеміз. Енді бөлейік. 26,04-ті 12-ге бөлсек, 2,17 шықты. Мына жерде 4,35-тің өзі шығады. Енді 69,54-ті бөлсек 16-ға, 4,35 шығады. Барлығын ең кішкентайға бөлеміз, барлығын 2,17-ге бөлеміз. Сонда мына жерден 1 шығады, 2 шығады, 2 шығады. Бұл деген сөз не деген сөз? Көміртек 1, сутек 2, оттек 2 деген сөз. Оттек 2 деген сөз. Сонда шығады екен. Енді барлығында не істейміз біз? Есептеп шықтық. Осылай қалдырсақ та болады, немесе не істейміз? Немесе так. HCO H деп жазсақ та болады. Так, 10-шы тапсырма суретте темір шегенің әртүрлі ортада жемірілуі, коррозия үрдісі көрсетілген. Бірінші сынақ, екінші сынақ, үшінші, төртінші, бесінші сынақтар көрсетілген. Құрғақ ауада тот жоқ дейді. Май ауасыз, қайнатылған суда тот жоқ дейді. Үшінші, төртінші, бесінші сынақтарда тот басқан екен. Енді сұрақ. Бірінші, екінші сынақта неліктен темірді тот баспаған? Түсіндіріңіз дейді. Себебі құрғақ ауа деп жатыр, сондықтан да бірінші ауада, бірінші сынақта ауа жоқ болады. Бірінші сынақта ауа жоқ. Сол себепті ол жерде тот баспаған. Ал енді екінші сынақта ол жерде май ауасыз дейді, қайнатылған су дейді. Ол жерде де ауа жоқ. Сондықтан да ауа жоқ жерде металл, темір коррозияға ұшырамайды екен. Міне осымен тжб жұмыс аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Келесі видеоларда кездескенше.